Бас сүйек негізі мидың төменгі бөлігінің бір бөлігі. Оның астындағы бас сүйекпен бірге. Бас сүйек негізі өте маңызды, себебі ол арқылы жұлын және басқа маңызды нейроваскулярлық құрылымдар өтеді. Бас сүйек негізі хирургиясы. Бүйір бас сүйек негізі хирургиясы және алдыңғы бас сүйек негізі хирургиясы болып бөлінеді. Бүйір бас сүйек негізі хирургиясында біз құлақ, самай сүйегі және мидың көршілес бөлігінің ісіктермен айналысамыз. Алдыңғы бас сүйек негізі хирургиясында біз мұрын және синус ісіктермен, гипофиз безімен, маңдай бөлігінен шыққан ісіктермен, иіс нервтерінен шыққан ісіктермен, оларды эстезиялық нейробластома деп атаймыз, және ми-жұлын сұйықтығының ағуы сияқты жағдайлармен айналысамыз. Біз акустикалық невринома, менингиома, холестиатома, бет нерві ісіктері, бет нерві бұзылыстары, гломус ісіктері, басқаша айтқанда параганглиома сияқты ісіктерді басқарамыз. Біз нейрохирургия саласындағы әріптестерімізбен бірге соңғы техникаларды, эндоскопиялық және микроскопиялық әдістерді қолдана отырып ынтымақтасамыз. Біз бас сүйек негізі мәселелері бар науқастарды емдейміз, сәтті, нәтижелер мен жақсы нәтижелерге қол жеткіземіз.